Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрдана. Бүгінгі видеода мен сіздерге өте керемет әдіс балық қорудың әдісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз балығымызды тазалап, сыртын ашып аламыз, және де мұны кез келген дүкендерден алсаңыздар болады. Одан кейін барып жақсылап ұнға аунатып, қызып тұрған майға салып, екі жағынан аунатып пісіріп аламыз. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, және де менің инстаграм парақшама және де ютуб каналдарыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей достар, бізде мына жақта қалған балықтар, олардың барлығында тура осылай аунатып аламыз ұнға. Және де тұз себуді ұмытпаңыздар, міндетті түрде үстіне тұз сеуіп жақсылап жасап аласыздар. Міне осылай барлығын қуырамыз. Одан кейін барып біз тамақ жасап жіберуді жөн көрдік. Осылай картошкаларды турап аламыз, барлығының сыртын міндетті түрде тазалап ашып жууды ұмытпаңыздар. Міне бізде балықтар дайын. Қалғандарын да солай пісіріп аламыз. Міне картошкаларды турап болдық. Мына жақта бізде самса дайындап жатырмыз. Міндетті түрде самсаның да рецептісін шығаратын боламын. Міне достар. Және тура солай асқабақта да турап барлығын жасап аламыз. Бізде балықтар дайын. Міне картошкалардың үстіне жақсылап қуырып алғаннан кейін бетіне балықты салып, жақсылап тамақ қылып жасап жібересіздер. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.